Өзекті өртейтін өкініш. 50 жылдық шағын мерейтойда отырмыз. Керемет тойхана, мерекелік көңіл күйдегі қонақтар, үлдемен бүлдеге оранған жанұя мүшелері. Сценарий бойынша той өтіп жатыр. Қонақтар мерейтой иесін құттықтап, ризашылықтарын білдіруде. Сөз той иесіне ерекше құрметпен берілді. Жүрек жарды сөзін айтып тұрған жігіт кенет еңіреп жібермесі бар ма? Бәріміз сасып қалдық. Мен қара шаңырақта тұрдым. Білесіздер, әкем ерте қайтты. Анам бар жағдайымды жасады. Мен де соған үйреніппін. Өзімді, жанұямды маңызды санай бастадым. Анама сыйлық алайын десем, керек емес, өз аяғыңнан тұрып ал, деп шырылдайтын. Жүре-жүре анама сыйлық жасау керек деген ой да алыстай берді. Анам өмірден өтті. Қазір ойласам, өз айлығыма бір орамалды әпермеппін. Сол есіме түскенде өзегім өртенеді. Ішім ашиды. Ол менің енді өмір бойғы өкінішім болады. Қадірлі ата-аналар, ол қыздарыңыз бұйырған сыйлығын жасасын. Сонда кейін өз-өзіне риза болады екен. Әйтпесе кейін өкінеді, қатты өкінеді. Қолын қақпаңыздар, қайта талап етіңіздерші, деп көз жасын сүртті. Мен не үшін туылған күнді тойлаймын? Мен не істедім? Еш нәрсе де жасамадым. Мені 9 ай, 9 күн көтерген, 2 жыл емізген, 5 жыл арқалап, өмір бойы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсірген анамның мерекесі ғой бүгін. Сыйлық жасағым келеді, бірақ анам жоқ қасымда. Үнсізбіз. Қалай жұбатарымызды білмедік те. Айтып тұрғанының бәрі рас. Ата-аналар, аман болыңыздар. Балалар перзенттік парызын өтесін, қарыз болмасын, өкінбесін.